Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналымның дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Амандық пен жақсылықта болайық. Тірліктің қамын уайымдай берме. Уайымшыл болсаң, нең қалар? Қаңқу сөз айтқан тобырға ерме. Өз ойың болған жөн болар. Көңілшек болып, көндіге берме. Көнбістер қуға жем болар. Көрінген жанға өзіңдей сенбе, сенімге кіріп сол жығар. Бақ байлығыңды мәңгідей көрме, бір күні қолдан ол да ұшар. Тағдырға жазған өкпелей берме, жақсылық алдан күт тосар. Пендені қалқам аштығы емес, тоқтығы дұшпан сол бұзар. Жалғанда мына бәрі де елес, 5 күн дегені сол шығар. Екі сөзді болып елеңдеп жүргеннен, бір сөзді болып мерт кеткен дұрыс. Саған айтарым, егер шаман келіп жатса, таңды атырған кезде де, күнді батырып, кеш болған кезде де, жүрегіңде біреуге деген өшпенділік, ренжу, кек сақтап қалу деген нәрсенің бәрін жүрегіңнен шығарып таста. Қолыңнан келсе, оларды кешіре сал. Сөйтіп мына жүректі ондай жаман нәрсемен толтырма. Ашу боран секілді, біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Жығылсам да көк мұзға, көңіліңді көп бұзба. Біз еу баста өмірге жылап келген жоқпыз ба? Қымбат киім, бағалы ас, сұрағаның жарамас. Келгеніңді ұмытпа, бұл өмірге жалаңаш. Бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейтін қу дүние ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Қалған майда шүйделер ештеңе де етпейді. Жылқыны теппе, оған қол көтерме. Себебі Аллах тағала қыздан кейінгі сұлулықты жылқыға берген.